бөлім жайының тәрбиешісімін. Педагогикалық идеялар фонограммасының мектепке дейінгі ұйымда ойын арқылы математикалық қоңылдар пішіндері атты өз идеямды ұсынамын. Мақсатым балаларды геометриялық пішіндермен таныстыру, сандарды тура және кері санауға дағдыландыру, ұсақ қол моторикасын дамыту, балаларды ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу. Қазір жылдың қай мезгілі? Күз мезгілі. Өте дұрыс. Күз мезгілінде неше ай бар? 3 ай. Атап өтейікші. Қыркүйек, қазан, қараша деп аталады да? Өте жақсы балалар. Сізге бірақ келіп тұрған сияқты, е? Келіңіздерші, кім деп тұрған балалар? Күшік екен, е? Сәлеметсіздер ме балалар? Күндеріңіз қалай? Менің көңіл-күйім жоқ. Мына жерде көп кедергілер бар екен. Сол кедергілерден өту үшін сендер маған көмектесесіңдер ме? Ол үшін көптеген тапсырмалар бар екен. Сол тапсырманы бәріміз бірге шешейік. Балалар, қараңыздаршы, жаңа сақылақ күшімізді көңіл-күйі жоқ екен, е? Енді бізге көмек сұрапты, көмектесеміз бе? Кедергілер бар дейді. Балалар, қараңыздаршы, сіз жаңа мына жерде хат жатыр екен, қандай хат екен, қарайық ішінде. Достардың баруға көмектесуіміз керек. Мына жерде пішіндер бар екен. Қане, ала алыңдаршы пішіндерді. Қандай пішіндер екен? Қайтауы, қандай пішін? Дөңгелек екен. Үшбұрыш, иә? Көмектесейік. Сосын Омар айтуға қандай пішін? Төртбұрыш екен. Өте дұрыс. Дөңгелек түсі қандай? Қызыл, иә? Өте жақсы. Жасыл. Омар өте дұрыс. Сары түсті. Енді балалар, бәріміз мына жерде пішіндер арқылы басып өтіп, кезектен өтуіміз керек. Бірінші, Айдарбек, қандай түс екен? Қандай пішін сізде? Дөңгелек пішінді басып, кезектен өтеміз. Бірінші, Айдарбекті өтпесе керек, е? Сақырақты қолынан ұстатайық, е? Бірге дос болсын. Қошқар дөңгелек пішінді басып, кезектен атта. Ол жарайсың, өте жақсы. Ал кеттік. Әдия, қандай пішін сенде? Үшбұрыш, е? Күйеуім. Үшбұрыш, өте жақсы. Омар, сенде қандай пішін? Төртбұрыш, е? Сөз сары екен. Ал төртбұрышты басып өткен ғой. Өте жақсы балалар. Міне біздер кедергілерден өттік. Мына жерде қараңыздаршы балалар. Бізге берілген тапсырма бар екен. Жаңа сақылаққа көмектесуіміз. Мына жерде пішіндер түрген тақтада да осы пішіндерді біздер қолымызда қандай пішін саусақ арқылы осы пішіндерді бояймыз, иә? Дәстүрден тыс пішіндерді бояу. Ал кәне, мына жерде өзімізге балалар, сиқырлы сандар бар кедергі балалар. Мына жерде қазір бізде майлы қағаз тұр, иә? Осының астында бізге жасырылған сандар бар. Оны біздер су шашу арқылы білетін боламыз. Сіздер сан білесіздер ме? Ал кәне біздер санайықшы, 1-ден 5-ке дейін. Тура және кері. 1, 2, 3, 4, 5. Тура санады, енді кері санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Енді мен сіздерге қазір сиқырлы сандар шығару үшін мен су шашу арқылы қандай сан шыққанын айтасыздар, иә? Қазір. Қараңыздаршы. Түсі қандай екен? Жасыл, өте жақсы. Ал енді Айдарбек сен шашып көре ғой. Дұрыстап, қандай сан шығады екен? Көрейік. Қандай сан шығады балалар? 2. Түсі қандай екен? Қандай түсі? Ал Омар келе ғой. Шаша ғой. 3. Түсі қандай екен? Көк түс, иә? Өте жақсы. Ал Әтия келе ғой. Шаша ғой. Тағы несі шаша. Қандай сан шықты балалар? 4 саны шықты. Түсі қандай екен? Сары. Өте жақсы. Ал Айдарбек соңғы санды шашып қарай қойшы, қандай сан шығар екен? 5. Түсі қандай екен? Қара. Өте көп екен кедергі. Кәне, орналаса қойып. Мына жерде көңілді барабан деген. Міне балалар, қазір сіздерге барабан соғу арқылы санды басып отырамыз стаканмен, иә? Егер де барабан соғысын тыңдап отырамыз. 1 рет соғылса 1-ді басасыздар, 2 соғылса 2 рет 2-ді басасыздар санды. Санды білеміз бе? Ал ендеше тыңдайық. Балалар, сендер қандай ақылды, білімді балалар екенсіңдер. Менің көңіл-күйім көтерілді. Енді мен өз достарыма барайын. Сау болыңыздар. Балалар, сақылақпен қоштасайық. Сақылақ риза. Енді достарына барады. Кәне,
сау болыңыздар дейді сақылап. Сау болыңыздар. Ала, бізге кім келген бүгін? Сақылап. Сақылап өте көңілсіз екендер келгенде. Біздер сақылапқа не істедік? Көмектесті. Ол өте кедергілерден қорқып, досына жете алмай жүрген достарына біздер кедергілерді қандай тапсырма орындадық? Пішіндерді басу арқылы және пішіндер орталығына барып не істедік? Біздер пішіндерді боядық. Саусақ арқылы, дәстүрден тыс саусақ арқылы біздер пішіндерді боядық. Және де қайда бардық? Екінші кедергі сиқырлы сандарға бардық та, сиқырлы сандарды біздер қалай білдік? Су шашу әдісімен оны біздер сандарды білдік та? Өте жақсы. Сосын тағы қандай кедергіге бардық? Көңілді барабан. Оны біздер қалай білдік көңілді барабанды? Барабан соғу арқылы біздер сандарды білдік, иә? Өте жақсы. Бізге келген қонағымыз бүгін көңілді кетті ме? Біздер оның достарын тауып бердік, иә? Өте жақсы. Кедергіден өткенде енді балалар сіздер өте жақсы қатыстыңыздар бүгін. Мен сіздерге жақсы деген жұлдызша таратамын. Жұлдыздарың жарқырап жүрсін.